Көзіңді жұм. Қазір саған болашақтағы өзіңден хат келді. Өмірде бәрінен шаршап, иығыңдағы жүктім ауыр боп көрінетін сәттер болады. Айналаңдағы шу дауылға айналып, ішіңдегі үнсіздік жаныңды жегідей жеген кездер. Сен бәріне төтеп беріп, тік тұруға тырысасың. Бірақ ешкім көрмейтін жерде, жүрегіңнің түбінде өзіңді жоғалтып бара жатқанда сезінесің. Ерніңмен мен жақсымын деп сыбырласаң да, ішкі жан дүниең ол сөзбен келіспей тұрған сәтте бір нәрсені ұмытпашы. Сен бұл жолда жалғыз емессің. Сен жалғыз емессің. Өйткені сенен көптеген шақырым алда, сен әлі баспаған шыңда тұрған, сен әлі сезбеген жеңістің дәмін татып, сен әлі жұтпаған еркіндік ауасымен тыныстап тұрған сенің бір нұсқан бар. Ол сенің болашағың. Ол саған қараңғылық арасынан үн қатып, көзіңді жұм дейді. Әлемнен қашу үшін емес, сол биікте тұрған өзіңді көру үшін. Болашақтағы сен бәрін түсінген жан. Ол сен қазір атында қоя алмай жүрген барлық дауылдардан аман өткен. Сен сүрініп жүрген соқпақтарды ол жатқа біледі. Ол да қорыққан, ол да адасқан, бірақ ол бір қадам болса да алға жылжуын тоқтатпаған. Егер ол қазір қасыңда болса, қолыңнан ұстап тұрып, сен ойлағаннан да мықтысың. Сен жеңіске сезінгеннен де жақынсың деп сыбырлар еді. Оның саған айтар жалғыз өтініші: тоқтама. Шаршағанда өзіңе демалуға рұқсат бер. Сынғанда өзіңді қайта құрастыруға мүмкіндік бер. Сынған жеріңнен сен бұрынғыдан да күшті болып шығасың. Мәңгілікке созылады деп қорыққан түндерің ертең сенің қалай қайта көтерілгенің туралы ең әдемі хикаяң айналады. Адасқандай болсаң, ол саған: мен жолды білемін, жай ғана жүре бер дейді. Көзіңді жұм. Таудың басында сені күтіп тұрған өзіңе қарай қадам бас. Оның сенімі мен күшін қарызға ал.